саламатсыздар ма құрметті әріптестер. Мынау ғарышкер күніне арналған ойындар. Осындай 3 ойын дайындадым. Бұл ойын сіздерге қалай ойнап жатқанын көрсетейін. Бірінші мынау осындай ракеталар беріледі балдаға. Балалар осы ракетаны өз планетасына апарады. Оны қалай апарады? Оны былай апарамыз. Мысалы қызыл. Бала ұстайды, мына қызыл жұлдызшаларды мен жүріп отырып өзінің ракетасына апарады. Келесі көк те солай. Көк жұлдызшалармен бүйтіп жүріп отырып апарады. Келесі сары. Міне осылай ойнатасыздар. Бұл бірінші ойын. Келесі ойынымыз. Бұл жерде балаларға осындай ракета беріледі. Бұл жерде 4 бала ойнайды. 4 түрлі ракета береміз. Сосын мынадай кубик береміз. Балалар кубикті лақтырып, мысалы бір шықты ма, бір жұлдызбен бірінші ойыншы бастайды ойынды. Екінші бала лақтырып 3, 1, 2, 3 деп. Мына жерде ракетаны ұшып келе жатып балалар мынау отты тасқа түссе, ракетасы кейін артқа шегініп кетеді. Ойынның шарты сондай. Сондықтан мына тастар бұл жерде берілген. Отты тас. Бұның қасына келіп қалса, бала ракетасы кейін шегініп кетеді. Бұны осылай ойнаймыз. Мысалы 3 түсті. 1, 2, 3-іне бала кейін қарай шегініп кетеді ракетасы. 2, 1, 2. Осылай кім бірінші кімге жетеді, сол бала жеңімпаз болады. Или мына жерде былай да жасауға болады. Мысалы ракетаны отты тасқа түскен жағдайда балалар мысалы тапсырманы орындатып алады. Тапсырманы орындау арқылы бала келесі былай шегіне береді. Сөйтіп те жасауға болады. Сосын үшінші ойын. Бұл ойын енді бұны үлкен ойын мен былай көрсетіп жатырмын. Бұны дейтін қимылды ойын бар. 4 бала ойнайды. Мынаны үлкен форматта шығарып аласыздар. Мысалы 2-де неше қылып 2-де 80 қылып ба, сөйтіп ұзын болып шығартуға болады баннерге. Бұны мен телеграм каналымда бар. Қандай көлемде шығарсаңыздар, осындай ап-анық түсі осылай шығады. Үлкен көлемде шығарсаңыздар да, кішкентай көлемде шығарсаңыздар да. Бұл жерде де балаларға осындай кубик беріледі. Бала кубикті лақтырып, кімнің планетасы шығады, бала сол бойынша секіріп отырады. Былай секіріп, кім бірінші жетеді, сол жеңімпаз болады. Бұны солай ойнайды. Мысалы жер бүйтіп секіріп отырады. 4 бала ойнайды.